Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге қамыры жұмсақ болып пісетін пицца дайындайтын боламыз. Балаларыңызға жасап берсеңіздер, қуанып қалатыны сөзсіз. Олай болса, қалай жасалу жолымен бөлісейін. Жылы суға ашытқыны, яғни дрожжиді және шекерді салып араластырып аламыз. Қанша қосу керектігі мен астында описаниеда қалдырып кеттім. Сосын беті көпіргенше қалдырамыз. Одан кейін ұнның үстіне осылай суды ортасына құйып, артынша тұз саламыз, жарты шай қасық және де өсімдік майын құямыз. Сосын жақсылап қамыр илейміз. Қамыр илеп болғаннан кейін салафанға салып, жылы жерге қойып қоямыз. Осы арада пиццаның астына салатын салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін помидор, яғни қызанақ керек болады. Менде кішкентай болғандықтан 3 қостым. Үлкенде болса 2 қызанақ жетеді. Бұл 2 пиццаның рецепті үшін. Үстінен ыстық су құйып, қабығын тез ашығанға ыңғайлы болу үшін ыстық су құйып жібітіп аламыз. Артынша 5-10 минуттан кейін осылай жібейді, сосын қабығын тез ашып аламыз. Сосын сарымсақ қосамыз, менде құрғақ сарымсақ. Одан кейін өсімдік майы. Тұз қосамыз және паприка қосамыз. Одан кейін жақсылап блендерлеп алып, қуырып аламыз. Қызған табаға майымызды құямыз, үстіне дайындаған қоспаны құямыз. Барлығын жақсылап қуырып аламыз. Шамамен осылай қоюлана түскен кезде тоқтатып, асын өшіріп ыдысқа құйып аламыз. Жарты сағат тұрып көтерілген қамырды тағы да майлап жарты сағатқа қалдырамыз. Бетін жабуды ұмытпаңыздар. Оливковый маймен немесе кәдімгі өсімдік маймен майлай берсеңіздер болады. Жарты сағат өтті, мен осындай тағы да көтерілді. Бұл кезде енді жаюға кірісеміз. Оқтайдың көмегімен немесе қолдың көмегімен жаямыз. Мен қолдың көмегімен жайдым. Бесікке орналастырып, шет-шетін дұрыстап аламыз. Өргілеріңізге де болады шет-шетін, бірақ мен өргенді қаламадым, сондықтан осылай қалдырдым. Үстіне салманы салып, 3 қасық салма қостым. Және де барлығын жан-жағына дейін жақсылап жағып шығамыз. Оның үстіне моцарелла сырын немесе кез келген сырды осылай орналастырып шығамыз. Одан кейін колбаса, начинкасы, яғни өздеріңізге байланысты қандай салма салатындықтарыңыз. Ала қыздырылған 280-300 градустағы пеште 7-8 минут пісіріп аламыз. Одан артық тұрса, қатты болып қалады қамырларыңыз және сыры күйіп кетуі мүмкін. Өте жұмсақ, дәмді пицца жасап көруге барлықтарыңызға кеңес беремін. Ас болсын!